Ақтөбеде өмірден бас кешкен жастар көбейіп барады. Күні кеше жоғары сынып оқушысы өзіне қол жұмсаса, енді 19 жастағы студент асылып қалған. Жас жігіт көпірдің астына келіп өзіне қол жұмсапты. Неліктен мұндай қадамға барған ешкім нақты айта алмайды. 2 күн бұрын ол бау-бақша ұжымындағы үйінен шығып қайтып оралмаған. Жақындары тәртіп сақшыларына хабар беріп, сол күні іздеуді бастапты. Марқұм жергілікті жоғары оқу орындарының бірінде 2-ші курста оқыған. Өңірде өзіне қол жұмсайтындардың көбейіп бара жатқаны құзырлы органдарды да алаңдатып отыр. Жыл басынан бері 50-ден аса адам Ақтөбеде суицидке барған. Күніне өмірден бас кешкен 1-2 адамды райынан қайтарады екен. Жарты жылда өз-өзіне қол салуға оқталған 150 жанды таныстары мен туғандары дер кезінде үстінен түсіп, бір ажалдан аман алып қалған. Заречный ауылының қасындағы орналасқан көпірдің астынан 19 жастағы жігіттің мәйіті табылды. Оқиға орнына жедел тергеу тобы шықты. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Себептері анықталуда.